номер болды? Иә, сол не ғой. Мына жолы до конца оңдады ма екен? Да. Тайманованы. Да. 750, да? Иә. Кейін ма? Түсті, аха. Жақ жасап жақсы оқыған. Сіз осы неде жасайсыз ба? Музейде. Абдолла Тоқайдың музейі да сонда? Иә. Онда бір жағынан Абдолла Тоқайдың мұражайы, екінші жағынан татар мәдени орталығы. Так, бұл қалай сонда? Татар мәдени орталығы деген? Культурный центр ғой. Біз ассамблея мүшелеріміз. Намаздасыздар? Иә, алхамдулилля. Қашан тұрдыңыз? Так, где-то 2014-лерде ғой. 15-16. Көбіне сол. Негізі мешіт таңдамаймыз ғой біздер. Қай жерде жақынбыз, сол жерде оқи береміз ғой. Ришат Валич сол мешітті тұрғызды, иә? Ау. Ришат Валич бұрынғы біздің татар мәдени орталықтың төрағасы сол мешітті тұрғызды. Қызылды ма? Иә, өзінің мамасына сөз беріп. Ол қай жылдары болған оқиға? Ол 2005-те алды, 2006-да біздер оны аштық. Сонда сол ашқан кезде Верховный муфти приезжал Қажап Сатар, сол кісі өзі ашты. А ол бұрыннан мешіт емес пе сонда? Бұрыннан, әрине сол бұрыннан тұрғызған мешіт. Бірақ та совет заманы болғанда сол кезде оны бұзды. Бұзған ба? Иә, бұзды. Анда общежитие болды, ремесленное училище болды. Соңғы жылдарда анда просто руин сияқты тұрды. Заброшенное здание сияқты, да? Помоечное здание, иә. Заброшенное здание. Заброшенный помойка прям болды анда. Да, субханалла. Сонда Ришат Валичтің мамасы, ол кісі енді қайтты, ол 94-те ма сол кезде болды. Баласынан сұрады, сен уже байсың, давай, вода кристальная ғой жасайтын фирма ради. Давай балам, сол жақсылықты істе деп. И сонда ол соны начал делать, потом өзі намазға кірді, хадж жасады. Вот, сөйтіп бірақ та ол бастады, соңынан бүкіл осында қалада тұрған кісілер кішкене болса да қатысты бар. Студенттер қатысты, анау едендерді жуды, телевизорды жуды, кирпич разбирали. Безразличные все анда, орысы да, қазағы да, татары да, шешендер де, все. Солай халықтың мешіті. Солай ғой енді. А мына неде татар мешітінде сондай болған жоқ па бұрын да? Бір общежитие болған ба, қыздар общежитиесі болған дей ма осы татар мешіті? Осы ма? Иә. Ну соны айтып тұрмын ғой. Сіз мына қызыл мешіт деп, мына біздер қызыл мешіт деп, мына базардағы мешітті айтамыз ғой. Ол новобазарный мешіт қой. Я сол татар мешітін айтамын. Татар мешіт айтып кетсіз. Осы бұрынған так и тұрды ғой осы мешіт. Иә, бәсе соны ойлап отқаным ғой. Мынаны, иә. Машалла. Тағы бір мешіт болды. До революции, белокаменная деген. Бірақ та оны вообще бұзды, ол ізі де қалған жоқ. Сол мешітте. Да? Пединституттың несі, ғимараты бұрынғы церковьтің несінде тұр, орнында. Сол жерде орыстардың негізі болған да? Иә. И соны бұзып, осы несін тұрғызды. Иә. Тағы қандай мешіт болды дедіңіз жаңа? Бір ізде қалмады деп? Белокаменная деген. Да? Ондай да болды. Ақ мешіт болды. Қай жерде болған? Оны вот мен білмеймін қай жерде болғанын. Негізі осы Оралдың ішінде болған, да? Да, Оралдың ішінде 3 мешіт болды до революции. Да, что? Оны білмеймін. Оның даже суреті просто қолдан нарисованный сканермен біздерде бар, бірақ та оны... По памяти, да, адамдардың? Да, по памяти. Соның фотосы ешқайда жоқ.
іздедік біздер неше жыл бойы. Сіз өзіңіз мына Орал тарихына не жақын болып тұрсыз ғой, да? Жоқ, просто осындай енді жұмыс істегесін білесің ғой. Иә. Мен осы орталықта, Татар мәдени орталықта 2006 жылдан бастап 15 жылға дейін жұмыс істедім. Сол Ришат Уваличтің орынбасары болдым. Бірақ та мен сол по этноцентру, сол праздник, шаралар өткіземін. Музейге ешқандай қатысым болған жоқ, просто бірге. Ұйымдастыру. Иә. А биыл вот сол Ришат Увалич маған айтады, давай қайт. Мына сөзіңізді ойлайын. Мына Абдолла Тоқай енді естуім ғой. Алаш ордалардың кезінде, Алаш орда партиясы болған кезде солардың жігіттермен бірге дос болып жүрген кісі ғой. Қазақстан бойынша муфти болған деп естідім. Муфти болған жоқ ол. Да? Ондай. Ол шакирт болды. Бұрын осы Қызыл мешіттің медресінде шакирт болып оқыды медреседе. Бұлай несі мықты деп естимін, ағандай діни. Иә, әрине. Осы мешіт салуына қарағанда, татар мешіті деп босқа атамаған болар енді. Бір үлесі болып тұр ғой сол дін мәселесінде де. Оның оқытушысы, наставник, сол Мутугулла Тухватуллин болды. Ол оның мұғалімі болып тұр ғой. Иә. Ол Мутугулла Тухватуллин осында туған жоқ. Ол Қазанда туып өсті. Бірақ та ол Каирдан қайтқанда Аль-Гаср Джадид деген этого возвращался. Университет. И осында Қызыл мешітке қалды ертеңге азанға. Сол ертеңге азанды өткізді, и оны такой бай бір Губайдуллин деген купец болды. Ол естіп қалды, оның қалай жақсы, дауысы, қалай оқитын. И сұрады, сен қайдан, мұнда неғып жүрсің деп. Иә. И солай Тухватуллин оған айтты, мен вообще из Казани, бірақ та оттуда еду, из Каира. Имамға енді оқыды. И осы Губайдуллин оны уговорил, и осында қалдырды. А впоследствии Қызыл мешіттің оны имамы болып қойды. Осы үйді, откуда вы меня забрали, осы үйді Губайдуллин сол Мутугулла Тухватуллинға специально построил. И Тукай, кішкене Тукай, осы үйінің постоянно қонақ болған жүрген кісі. Келіп тұрыңыз, мен еще больше расскажу. Жақсы, барарым бір күні. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Осылай, в общем, Орал тарихымен жайлап танысып қалып қой. В общем, мына кісі, жаңа алып кеткен кісі, неде Абдолла Тоқай Оралдағы. Сол музейдің жетекшісі ма, в общем, манағы, нағыл дейді. Адамдарға түсіндіреді осы, Абдолла Тоқай туралы. Сонда жұмыс жасайды екен осы кісі. Сол кісіден жайлап сұрап атқаным ғой. Абдолла Тоқай осы муфти болды, Алаш ордалардың кезінде муфти болды деп естігенім ғой енді. Жоқ деп тұр ғой. Муфти болмаған деп тұр. Бірақ енді ол мәселені тағы да қарау керек шығар. Бір жұмыс қылып Абдолла Тоқайдың музейіне бару керек сияқты ғой. Бұл да енді құрдан құр емес, бәрі Аллахтың қалауымен ғой. Бұл нәрселердің бәрі болып жатқаны. Неге десеңіз, мен өзім қызығамын да сондайға. Жалпы тарихқа. Тарихымызды білген жақсы ғой. Өзіміздің манағы Алаш орданың кезінде де біреулер айтады, жаңағы олардың дінге қатысы болған жоқ, анау мынау деген сияқты. Олай емес қой. Бұл кісілердің бәрі жаңа айтып тұр ғой, енді өзінің жаңағы ұстаздары болған, олар Каирда, Египетте оққан деп айтып тұр ғой мысалға. Ондай сен адаммен, ондай адамнан, тем более сол кездің адамдарымен сұхбаттасып, олардан ілім алу деген бөлек өрген ғой, ол деген. Ол кісілер деген политика ма, сенмен сол Алаш орданың кезіндегі бабаларымызды айтам ғой. Ол кісілермен деген сен политика туралы айтасың ба, олар сенмен политика туралы айтады. Дін туралы айтасың ба, олар сенмен дін туралы айтады. Дүние ой әңгіме керек па, олар саған дүние туралы айтады. Оларда себебі ол кездерде дүние тану деген пән болды да олардың.
Бірақ основной шариғи ілім ғой медреселерде. Бірақ дүниетаным дегенде ілім бар. Сол ғой, в общем, Абдулла Тоқай туралы иншалла апамыз айтып тұр ғой, келіп кет деп тұр ғой енді, қалай бармайсың. Бару керек болып тұр Абдулла Тоқайға иншалла. Соны жұмыс қылып көреміз енді.